Кайырлы таң, құрметті көрермен. Біз бүгін Битанс айдарында Республикалық Гөзүрө карате спорт федерациясының төрағасы Амангелді Капшенұлы жайында сөз қозғамақпыз. Аман сенсей 25 жылдан бері шәкірт тәрбиелеуші шәкірттерін Окинава Гөзүрө каратеге баулып келеді. Яғни жаттықтырушы дайындайды. Жасы 50-дің төртеуіне келген кейіпкеріміз жалындаған 20-дағы жігіттей. Ол Гөзүрө каратемен жүйелі айналысқанның арқасында екен. Мен негізі мамандығым инженер-строитель еді. Мен Алматы архитектура құрылыс институтын бітіргенмін. Соны бітіргеннен кейін сол жұмыс істеп жүрген кезде осы каратеге деген қызығушылығым болды. Сонда жаңағы Жапониядан келген кісінің шеберлігін көріп, сондай енді ұнап қалды маған қалды. Сонымен тем болды қазір сол 90-шы жылдары біздің стройкада тоқтап қалды, барлығы дағдарыс болып кетті ғой. Сол кезде мен сол каратеге кетіп қалдым. Кішкене сонан кейін бір жағдай болды. Мен балаларды шұғылдандырып жатқанда өзім стройкада істеп жүрдім. Сол кезде енді бір жыл істеп шаршадым. Біресе стройка, біресе тренировка. Сөйтіп жүрген енді балалар тастайын десем, балалар ағай тастамаңызшы, мен тастамаңызшы деп, солар да бір себеп болды. Амангелді Капшенұлы аптаның 7 күнін осы спорт түріне арнайды. Жылына бір рет Жапонияның ең үлкен аралдарының бірі Окинаваға, яғни Гөзүрө карате отанына барып тәжірибе алмасып келеді. Басында осы бір 30-ға дейін ары қарай шұғылдан барып тастайсың шығар, жоқ, сөйтсе енді ғана басталады екен. Спорт біткенде ғана сол жаңағы жауынгерлік өнер дейді, сол кезде ғана басталады екен. Ең қызығы сол кезде екен. Сондықтан мен көп менде жаттықтырушы балаларды сол менде тәрбиелеймін, өйткені сендер жас кезінде ғана шұғылданбай, өмірің аяғына дейін шұғылданбай өтуің керек. Ол өте пайдалы. Ернар Қадылұлы елордамыз Астана қаласындағы жастарды осы спорт түріне баулайды. 5 жылдық тәжірибесі бар жаттықтырушы. Өзі шәкірт тәрбиелеп жүргенімен әлі үйренерім көп дейді. Окинава Гөзүрө карате до президентіне Аман сенсей біздің тренеріміз, соған оқу жаттықтыру сабағына біраз уақытқа келдім. Ол кісі бізге көп уақыттан бері жылына 2 рет жаттықтыру сабақтарын өткізеді, көптеген тренерлермен жұмыс жасайды, балалар тәрбиелейді, оқытырады, арасында чемпионаттар өтеді, турнирлер өтеді. Соған көп өзінің үлесін қосып келе жатыр 25 жылдай. Спортпен айналысқан адамның ең әуелі дені жаны сау болады. Ол үлкен жетістік. Екіншіден ұзақ өмір сүрудің кілті іспетті. Бұл жарты ғасырдан астам өмір сүрген, көрген білгені көп Амангелді Капшенұлының айтқан сөзі. Кейіпкеріміздің қимыл қозғалысы мен келбет бітімі осы сөзінің айғағындай.